Ал құрметті қазақ елі, қайырлы таң. 2 күннен бері жыр болып жатқан «Как управлять казахами» деген кітаптың авторы да табылды. Ол кітапты дүкеннің сөрелерінен де алып тастады. Қазақтың менмен деген жігіттері барып, автор жаңағыдай әртүрлі блогерлерді тартып өзіне ақталуға тырысып жатыр. Ол кітаптың ішін оқу керек, сыртынан ғана томпше бермей деген сияқты әңгіме айтып. Бірақ дей тұрғанмен, құрметті қазақ елі, кітапты алып тастады, әңгіме жоқ. Бірақ бұны былай қалдыруға болмайды. Автордың үстінен заң жүзінде кәдімгідей іс қозғау керек деп ойлаймын. Себебі қазақ халқының шын мәнісінде ар намысы тапталды, өте қатты тапталды. Кәдімгідей жаңағыдай туристер ең көп жиналатын Алматы қаласының орталықтарының біріне қойып қойды ол кітапты. Ресейден келген, жан-жақтан келген жаңағыдай өзге ұлт өкілдері кәдімгідей барып сол жаққа суретке түсіп мәз болып жатыр. Ресейдің бір қыз айтқан екен, енді қазақтардың өздері шығарып қойса біз не істейміз деп кәдімгідей мәз болып отыр. Сондықтан құрметті қазақ елі, шын мәнісінде авторды жаңағыдай кім? Бақытжан Бұқарбай деген жігітті заң жүзінде жауапқа тарту керек. Себебі шынымен де қазақ халқының бұл жерде ызасына қатты тиді ол жігіт. Қанша ақталғанменен де бұндай мұхабаны жариялауға болмайтын еді. Одан қалса тек оны ғана емес, бұл кітапты басып шығарған баспаны да жауапқа тарту керек. Және сыртындағы сурет бар ғой, жаңағы қазақ халқы тіземен тұрып жаңағыдай орыс офицерлері кәдімгідей өздерінің жарлығын шығарып жатқан, соны салған художник, яғни суретшіні де заң жүзінде жазалау керек деп ойлаймын. Себебі бұл кешірілместей дүние болды. Автор қанша жерден ақталса да бұлай болмайды. Бұл автордың мақсаты түсінікті болды. Алматының мен деген жаңағыдай заправкілерінің біріне қойып қойды. Туристер өте көп жиналатын жер, сыртын орыс тілде жариялады. Одан қалса жаңағы бұл айтып отырды әңгімесін. Іше басқа ғой бұның дейді. Бұл яғни маркетингі ходқа барды. Сол маркетинг арқылы бұл кәдімгідей өзінің қалтасын толтырмақшы болды. Және бұл ісімен бұл қазақ халқының ар намысына, өзінің ұлтына деген сүйіспеншілігіне барлығына түкіргенін көрсетіп тұр. Сондықтан құрметті қазақ елі, бұл тірлікті бұлай қалдыруға болмайды. Бұл авторды да, баспаны да, художникті де, яғни суретшіні барлығын, бұл кітапқа кімнің қатысы бар, соның барлығын заң жүзінде жауапқа тарту керек. Ойым осы ағайын, қолдасаңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Ал мен Шымкент қаласынан шығып бара жатырмын. Ал ағайын, жол болсын.